Барлықтарыңызға сәлеметсіздер, сендермен біздің Сұңқар. Бүгін біз бір ойынға осы Let's Play жасайтын боламын. Let's Play. Бірақ бұл ойынды бәрі білетін шығар. Геймербеканың каналына кіріп қарасаңыздар, Геймербеканың не дейтін еді, ұмытып қалдым ғой. Қандай еді? Қарды астан екі адам ойнайды, екеуі бір-біріне жүгіреді да, астында қарды бүйтіп құлатып тастаушы. Соны мен де жасадым. Енді осыны енді мен жиі Let's Play сөйтіп тұрам. Let's Play сөйтіп тұрам. Бірақ бұл неде шығуы мүмкін, жиі шығады. Жиі дегенде бұны көп шықпайды, Let's Play шығарам енді. Бұдан да өте қызық болады. Күтіңіздер осы видеоны. Короче, қазір мен төменге түсейін. Төменде бүйтіп мынадан бүйтіп құлақ кеттік дейді. Давай құлақ кеттік. Өлмесін, рахат. Өстіп слизный блоктан жасап қойдым. Рахат өлмесін босқа. Мына қуып кетті. Ал болайық. Шеттен демеп қойықшы. Бұны мен қашан жасап десеңіздер, шамалы күн болды жасағаным. Неше күн болды? 5-6 күн ба болды? 5-6 күн без? 3 күн дейін болды, 3 күн. Әсіресе маған ең қиын болған, достар, айтайын, мынау қиын болды, терезе, мысалы. Өте көп уақытым кетті. Достар, әлде әдемілеймін бұны. Тоқта. Әдемілеймін. Сандықтарды ашып кетейік, сінде заттар бар. Мынау күректер, мынау нелер, снеговиктер, қарлар ғой, короче, мыналарға да салып, киімдер салам болған. Киімдер дегенде бұны қай топтікі, көк топтікі, қызыл топ, сондай қылып жасайын. Осы. Осы міне осыған Let's Play сүрем. Не ғой? Короче, бұны достарыммен, ағаларыммен да сүрем. Күтіңіздер, бірақ әзір шықпайды бұл видео. Айтайын. Шамалы неше подписчик болғанда жиналадым, айтайын. Яғни 30 подписчик, бірақ көп. Мен өзім каналым жаңадан ашылғасын, менде 30 подписчик жинамайын дұрыс. Бірақ жоқ, 20 подписчикте шығарам, әрине осыны. Осыны міндетті түрде шығаратын болам, достар. Давайте онда. Сендермен болған мен Сұңқар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Сау болыңдар.